Мындай сұрақ бар екен, қырғыз бауырымыз қойған. Бұл инопланетяндар ұшабы деген сияқты. Барбы? Зергіп қалдың бе? Иә. Зерігіп атасың ба? Bizim ошо бардыгыбыз эле зериккенде тиги инопланетяндар барбы, уча турган эмне эноло тарелкалар барбы, уча турган кастрюль деле бар. Кастрюль бар го, ошо кастрюльде фляга барды уча берет. Алланын кудураты бардыгына жеткиликтүү. Анан кийин Фатиха сүрөсүнүн эң биринчи аятында Алхамдулиллахи Роббил Аламин деген аятта, ошо аятта жазылып турат, аламиндердин ээси болгон Аллага хамды шүкүр болсун дейт. Аламдар деп турат го Аллахтан. Демек аламдар көп эле деген сөз. Алланын инсан адамдар аламы бар, анан жин аламы бар, периштелер көп эле биз билген ошо. Билбеген дагы эле көп. Аны Аллага бериш керек. Эмне кылмак? Кастрюль учуп атабы, фляг учуп атабы, учса уча берсин эмне. Самолет деле учуп атат да монтип. Мындай сұрақ бар екен. Балаңның атын өзің азан чакырып коюуга бола ма? Өзүң кой көрөксүң жаным. Молдага эмес. Көп zaman молда имамга жалынамыз, жок өздөрүңүз коюңуздар. Акеси баласын колуна алат да, чай айтасың. Аллаху акбар деп. Айгайлап Аллаху акбар дегенде көз атысып, баланың көзүнө да окумас, экөө бири-бирине атысып. Ол жакшы эмес жаным. Чай айтасың. Биздикилер шыңгырып айтат, бала турмак аны отурган баары чошойт. Дурус эмес. Чай сен кулагына айтасың. Ол сенин церемония эмес. Биз аны церемонияда шоуга айландырабыз. Акындарды чакырамыз, ана Айшолпан карындашым чыкты, оны чакырасың, мени чакырасың, эне сетип, гала концерт болуп кетет бизге. Жок. Больницада колуңа аласың да, со больницада берип чай айтып койсоң болду. Бул азан айтууда мағына не? Азан айтууда баланын дүнүйөгө келген кезде кулагына биринчи кирген сөз Алланын аты кирсин деген сөз. Мағына осуда. Атты кое бересиң. Намазган кыз намаз окумайтын жигитке турмушка чыгууга бола ма? Бирок маселе чыгуунда эмес. Маселе сол жигитпен сүйлөшүү керексиң сен. Эртең сени бир теуп намазыңды таста десе, одан кийин барып энең келип намазыңды таста деп орамалыңды басынан жулкуласа, проблема сөздөй башталат. Махабат сөзөдө битет жаным. Сөзөдө душмандык башталат. Сол үчүн жакшылап карап көрүңүз. Үйлөнгөнчө баары күчтүү айта берет, эс ташып берет, гүл берет, ыржыйып турат, джентльмен болот. Ол сол кезде битет өзү. Сосын мындай сурактар бар экен. Тірі адамға Құран бағыштауға болады ма дегенше. Бағыштасаңыз да, бағыштау деген ол бізде бар, түсінікті? Біздің қазаққа осы тиеселді. Бағыштамасаңыз Құранды шығып, Құран оқып болғанын, енді мынау мен бағыштамады ғой, не істеймін енді, оңға кетейін бе, солға кетейін бе, не туда, не суда болып қалдым ғой деп Құран қалып қалмайды. Құран бөлініп кете береді жаным. Ол Құран оқылу үшін өлу не обязательно. Биздикилер өлүү керексиң ғой сен. Өлгөндөн кийин гана саган окуйт. Сен Куранды окуй бер. Сабап тура берет, Кудай кааласа. Ол жерде каму деген ана адрес болмайт. Каму, куда деген ана конверттердин сыртында болот го. Ондай болмайды Куранын сабабында. Мисалы сиз садака берген кезде каму, таму деп айтпайсыз го. Мынаган, анаган да ол өз эсин табып ала берет. Сиздин аке-шешеңизге барат, сиздин ата-шешеңиздин аке-шешесине барат. Адам атага дейин сабап, Кудайдын сабабы жетет, бәріне теңдей бөлүп берет. Уайымдамаңыз. Мынандай сұрақ бар екен. Әйелі өзі шешемі қай жерге жерлену керек екен, әлде жолдасы шешемі деген. Сиз өлмей туруп уже бәрін шешип коюн деп бердиңиз өзүңүз. Баягы бирөө сүйтүп айтканда бирөө айтты енді биринчи өлүп алсач депти. Сол сыяктуу ол жаным ол маңызды ма? География жердің үстінде емес, география жердің астында емес, жердің үстінде. Сондықтан жердің астында бәрі бір жер. Мейлі Меккеге барып өлмаған десең, Кағбаны құшақтап өлмаған десең, Аллах Таала қандай адам болғансың, не істегенсің, қандай болғансың, соған қарайды. Қандай бір жаман адам Меккеге барады. Меккеге барып қара тасты құшақтап жылап, қайтып күнәсін жалғастыра берсе, Алла оны кешіріп жәннатқа кіргізе берсе, қалай болады ол? Ана Меккеге барғандар өлу керек деген сөз бар да, өле деген деп. Меккеге барса, самолеттер пустой ұшып келе берсе, басқа не жұмыс жоқ па не бізде. Сондықтан Аллах Таала адамның өміріне қарайды жаным. Қандай адам болғасың сен, не істегенсің, қанша адамның қаны бар мойныңда, қанша адамның зары бар мойныңда, қанша адамның ақысы бар мойнында. Ана Хазірет Омардың бір ғажап сөзі бар. Хазірет Омардан біреу сұраған екен, біреу ұрлық қылса, қолын кесе ме депті. Иә, кесет депті. Егер ол аштықпен ұрласашы депті, мұқтаж болса не істейді деген екен. Сонда
Сонда айтқан сөз екен. Онда патша менің қолымды кесіңдер, халқымды сонда бейшара күйге түсірген үшін деген екен. Халқымды бейшара қылып қойған менің қолымды кесіп тастаңдар деп айтқан екен ардақтылар. Өлу маңызды емес. Вала тамутунна, өлмеңіздер деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Өлетін болсаңдар илля ва антум муслимун, мен риза болатындай. Біздің қазақтарға маңызды қайда өлу, қай жерде өлу. Қай жерде өлу маңызды емес. Пятница күні өліп қалу маңызды емес. Бізде пятница күні өліп қалса, пятница күні өліп қалды дейді. Не қылған пятница күні өліпсің? Елдің бәрін тонағасың, елдің бәрін алдағасың, елдің бәрін кидат еткесің, қарызын алып бермегесің, күйеуіңді, әйеліңді ұрғасың, балаларыңа тәрбие бермегесің. Сонда алдында именно пятница күні өліп қалдың. Американың президенті Қытайдағы Худзинтау өлді жұма күні. Худзинтау өлсе жұма күні оған жәннет бермейді Алла тағала. Худзинтауға, сондықтан солай жәндер оған қарамайды. Сіз жұма күні кеттің ба, четверіктен күні кеттің ба, айтма, маған сен Меккеге барып өл. Айырмашылығы оған емес. Тағы мынандай сұрақ бар екен. Іштен боқтауға бола ма? Деп па, қалай? Не деген сөз ол? Боқтама іштен де. Іштен де боқтай, қалай боқтайсың? Бүкіл бәрін боқтап атсың қазір. Бірақ ыржиып тұрсың. Бұл екіжүздік бала. Өзің сөйлесіп атсың подружкаңмен, жынын кеп тұр оған. Ол мақтанып атыр, бір сумка алған екен Майкл Корстың. Саған айтып, сен аламай атсың Майкл Корсты, айфон аламай атсың, 13 Проны, сыңғай жынын кеп атыр. Ол мақтанып атыр. Ыржиып тұрсың да, ішінен боқтап атсың. Өліп қағыр. Өліп қалсаң екен айфоныңмен бірге деп. Ойлап атсаң, екіжүздік болмай ма ол? Мұсылман адам, бір подружкаң бар, сен машинасы бар адам. Сен отырсың алдында, ремень тағып алып, бүйтіп. Бірақ ішінен боқтап атсың, авария болып өліп қағыр, авария болып өліп қағыр деп. Бұл мысал? Дұрыс емес ол. Мұсылманның іші де, мұсылманның сырты да екеуі пар болады. Мына аузындағы сөзі де, істеген ісі де екеуі бір жерден шығады. Сонда альхамдулилля сен истинный мұсылманка боласың. Әйтпесе бетіне қарап ыржиып, былай қарап бетіне қарап атаң бас десең, не болады? Мұсылман боласың, не боламыз сонда? Ондай болмайды жаным. Жүкті әйелдерге қандай сүрелер оқыған дұрыс? Жүкті әйелдер, не жүкті әйелдер, күйеуге шыққандар, күйеуге шықпағандар, тоқал болып шыққандар, бәйбіше болып тигендер, баласымен барғандар, қызымен кеткендер, қызсыз барғандардың дұғасы жоқ. Оқи бер білгенің бәрін. Соңғы сұрақтардың бірі, өзіңнің атыңды өзгертуге бола ма деген. Дұрыс емес. Біріншіден атын өзгерту деген жоқ. Ат өзгереді тек қана кәпірдің жаман, зұлым, оңбаған бір жексұрының аты қойылып кетсе, сонда ғана өзгертесің. Ол жай жексұрын емес, өмір бойы және бүкіл халық қарғаған адамның аты қойылса, онда ғана өзгертуге болады. Керектен сенің атың орысша қойылып кетсе, Иван, Сергей, Петро, Бумер деп қойылып кетсе, кете берсе Бумер болып, Серега болып, іштен етпейді. Сен ісіңді Серега қылма, сенің ісің дұрыс болсын. Біздікілер атын күшті қойып қойылады. Ибн, әл деген күштілердің бәрін қойып алады да, тіркес-міркестерді. Адам естімеген аттар. Жаңағы Алан десе, Әлем десе, Алон деп, жаңағы Тахир деп, Тайгер деп англишаға лев дегенге келтіріп, не мұнады емес, не мұнады. Соң елдің бәрі бейді ойланып отырмыз, не деген атының, күшті ат екен деп, кемпірлер жазып қояды бейді. Қойыңыздар. Өзі еліктегенді қойып бітетін уақыт болды ғой. Енді балаңның тәрбиесі маңызды, осыны түсініңіздер. Нұрсұлтан деген қойса бола ма? Болады. Бірақ қазір онша хит болып тұрған жоқ, білесіздер. Заманына қарай еліктеген. Бірақ негізі жақсы ат. Нұрлы болсын, Алланың 99 атын бірі сұлтан, әлбетте жақсы ат. Енді біздікілер біреуге байлап қояды да, біреуді жек көрсе бәрі жек. Біз өз халық сондаймыз. Біздің халық солай. Біз ол халық емес, семьяда солаймыз. Біздің старший біреуді жек көрсе, бір семьяда біреуді, бәрі өлгенше жек көреді. Біреуді жақсы көрсе, бәрі бейт төбемізге шығарып аламыз соны, бейт әулие қылып, соның қанаттарын шығарып, бейт ұшыруға дайын тұрамыз. Біреу сәл жығылып қалса, соны мыжып, үстіне асфальттап, бетономешалкамен тағы да жүріп, үстіне жаңағы асфальт укладчикпен тағы жүріп. Бұл дұрыс нәрсе емес. Семьяда солайсыздар. Мысалы төртеу, мамасы мынаны жек көрсе, осыны бәрі жек көреді. Мамасы мынаны жақсы көрсе, бәрі осыны жақсы көреді. Мына үшеуі де осыған алып кетеді. Бұл әділетсіздік болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тыйылған осындай нәрсені. Біреу келіп, мен баламды осылай бөлдім дегенде пайғамбарымыз, мен әділеттікке куә болмаймын деген. Куә бол дегенде куә болмаймын деген пайғамбарымыз. Қойыңыздар.